Қайырлы күн достар, бүгін мен хит болған маклюбе тағамның рецебімен бөлісемін. Ол үшін бізге пияз, сабыз, картошка, кабачки, баклажан, ет, сұйық май, тұз и күріш керек болады. Мен көптеу жасап жатырмын. Өздеріңізге байланысты аздау жасасаңыздар да болады. Ең алдымен заттарымызды осылай домалақ қылып турап аламыз. Міне осылай турап алдық барлық затымызды. Енді осыларды сковородкаға майымызды қыздырып, барлығын қуырып аламыз. Catch me if I fall. Енді қараңыздар, мына жерде мен етімізді, пиязымызды жақсы қуырып алдық. Енді қуырған заттарымызды слой-слоймен салып шығамыз. Енді осының үстіне кішкене тұз себеміз, өйткені картошка сабыз нелеріміз тұздалмаған. Етіңіз тұзсыз болса да, тұз сеуіп қойсаңыз болады. Сосын үстіне күрішімізді салып шығамыз. Күрішін сап болғаннан кейін суымызды құямыз. Суымыз күріштің бетіне шығып тұру керек. 1 сантиметрдей. Қайнап шыққаннан кейін тұзын қойып, жай осылай пісіреміз. Мінекей суымыз қайнап шықты. Енді осыны өте жай отқа қойып, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. 1,5 сағатқа кейін бетін ашамыз. Сонда бәрі дайын пісіп тұрады. Кеттік. Мінекей біздің маклюбеміз дайын. Күріші пісіп дайын тұр. Қазір біз ашамыз. Мінекей біздің маклюбеміз дайын болды. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Егер менің рецептім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын.